Өмірге мен Ремко достар, біз бүгін тағы да мистер Хопстың үйіне баратын боламыз достар. Барамыз, сіздерге бір айтатын минусым бар бірақ. Короче достар, мен кеше тағы да мистер Хопсты ойнаған кезде бізде көп не түспей қалды. Олында мына прикинь достар, енді көреді. Короче былай достар, мен Рубиді ойнаған кезде бізге тағы да жаңа бір кейіпкер ойнаған болатын. Міне тұр ол, мынандай какой-то бір қара көзді бір монстр. Короче достар, мен кеше осы нені салайын деп жатқанда, ютубқа сіздерге көрсетейін деп жатқанда техникалық ақаулармен ол видеомен де кетіп қалды. Білмеймін енді не болатынын. Мен сіздерге қазір алдыңғы бөлімде не болғаны туралы бәрін айтып беретін боламын. Алдыңғы бөлімде біз дейтін бір 4 кнопканы іздедік. 4 кнопканы іздедік, таптық. 4 кнопканы іздеп әйтеуір қояннан қашып, сосын біздің келесі кейіпкеріміз яғни Рубиге ауысып, біз осы өңірге тап болып мына құбыжықтан қаштық. Сосын ол Рубиде қашып болғаннан кейін біз қайтан Эйзерге ауыстық, Нанаға, яғни жаңа басқа кейіпкеріміз. Сосын мен ана ойнап жатқанда мына кейіпкер маған көрінген жоқ. Бұл чоза кейіпкер екен, білмеймін. Осы жерде мен де қалып қойдым мен. Бірақ мен чоза жер екен білмедім, мына жақта аша алмадым. Әлі жүрмін, аша алмай. Мен кешке осыны түсіргім келді сіздерге, бірақ түсіріп ютубқа сала алмай қалдым. Бізге мынандай қасиет не үшін бергенін Құдай білсін. Мүмкін бұл қасиет бізге бірдеңені пайда сындыру үшін керек. Или алмаса білмеймін. Достар, короче, мен қыз ешқайсысын көргенді жақтыртпайды. Біреуді көрген жақтыртпай ма, сондай бірдеңе дейді. Ағылшынша түсінбеймін нақты. Так, мында ештеңе жоқ. Достар, қараңыздар, мынаның ішінде бетон ба бірден құйған. Суы жоқ просто. Так, мына шілмекші алған, нарда аша алмаймыз. Нарға дым жоқ. Нарға дым істей алмаймыз. Так, мында кіре алмаймыз. Түк те түсінбеймін достар. Так. Бізге вроде бірдеңе іздеу керек. Жаңа қояны көрдіңіздер ғой достар. Значит, біздің алдағы кейіпкеріміз ол, то есть жолбарыс. Жолбарысты көрдіңіздер ғой. Алдағы кейіпкер, яғни жаңа монстр, ол жолбарыс. Ол бір баланың жолбарысы. Біз сіздерге айтатын бір нем бар. Нақты ондай болуы мүмкін деп ойламаймын. Жалпы біз уже екі кейіпкермен таныстық. Біреу Руби, екіншісі Эйзер, яғни Нана. Ал алдағы уақытта біз мына есікті ашып жатсақ, мына есіктің ар жағында жолбарыс бар. Жолбарыспен бірге бір бала бар. Сол бала біздің тағы да жаңа кейіпкеріміз болып есептеледі. Яғни ол біздің досымыз бар. Түсінбедім достар, мен ай жерде ғой достар. Аша алмай жатырмын ештеңені. Так, атшы. Бізге мынандай нешін берді Нана? Бізге вроде бұны бірдеңеге пайдалану үшін берді. Достар, мен түсіндім не істеу керек деген. Мынаны ашу үшін бізге урон тигізу керек сияқты по идее. Мана бір адам бүйтіп барды да, жаңа неге барған, ваннаға барған, шағылып атқан терезеге, то есть стеклоға. Стекло деп қойдым. Короче, айнаға барған. Айнаға барғанда нерге бүйтіп отқан өмші. Бүйтіп отырып не. Міне достар. Сосын по идее осы урон тигізгеннен кейін ай жері ашылады вроде. Ух. Ебан, шошып кеттім ғой. Өйтіп шошыта бермеңші адам, пожалуйста. Өте беремін. Так.
Досым, видеоның соңына дейін қара, өте қызықты болады, және де ана лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар. Неге шашырып кетті? Артынан ештеңе қумасыншы, пожалуйста. Болып өтіп кеттік. Так. Енді бізге вроде ана жер ашылады. Ешқайсысын артынан істей алмаймыз. Мына бірдеңе ағаш тұр, как раз. Ағаш как раз деп қойған. Так, енді мына жаққа қарата жүгірейік. Мына аштық па? Мына нәрсе ашылды. Ой, ема! Бой! Қақа жоғып кетті анау. Не отыр достар? Міне отыр. Мына не істеу керек? Не істеу керек мұнда? Қараңыздар достар. Ойбой. Ойбой. Достар, мына тек қана түнде ғана істелінетін монстр сияқты байды. Істеуім керек сонда менің. Так, міне біреу жанды. Так, мынау емес екен. Салып қалдым. Достар, салып қалдым. То есть светильник сөндіріп тастап, әрбір жердің нелерін жасау керек, в общем. Қазір көрсетемін. Так, кетеміз. Қасан былай. Все, достар. Бітті, ол жоғалып кетті. Түсінікті, достар. Короче, қоян ол тек қана біздің артымыздан қояды. Достар, аңыраңыздар. Қоян ол біздің артымыздан қояды. Айбай. Так, кел, бүйтеміз. Фук, бүйткен өтіп көтеміз, былай жүгіріп. Деп қашамыз сосын. Өте алмаған емес? Ойбай, тимей қалды, лох. Так, вроде бізге бір жерге бару керек. Бір жерге бара алмай тұрық бірақ біз. Ойбай. Мұнда да бара алмаймыз. Не істейміз? Хоп, етеміз, хоп. Пайде өлге болмайды бізге. Бір жерден тесік тауы керек, в общем. Бүйтіп отырайық, может өтіп кетеміз. Тұрыңыздар, достар. Бізге номер атак ашса керек, вроде. Так, өтіп кет. Мә. Достар, түсінікті, номер атак ашса керек. Мә. Тимей алды. Мә. Маған тегіз жерді. Қаш. Өліп қаларсың, Так, бүйтіп бір жерге тұрып алу керек. Мә. Так, дәл тиді. Да, вроде, да, тиді. Бүйтеміз. Мә. Все, өлді, достар. Енді күревіргі болады жерді. Күревіргі болады, достар. Жаңа приключение, достар. Жаңа режим, жаңа приключение, жаңа кейіпкер, яғни Робимен қайта ойнаймыз, қайта. Емакен пролсақ, да? Балалар үйіне кетіп қалды. Майнерсери дейді. Менің ойнайтын площадкам деген сияқты, типа. Ештеңе болды. Так. Так, ойнайтын жер, да? Өйдеді, тек қана ойнайтын жер. Айбай, достар. Что-то ағау, менде бір не болып тұр, подозрение болып тұр. Біз қазір неқта ойнаймыз. Бірақ бір жаманы бар. Мына қорап опасный болып тұр. Жаңа жауықтан сияқты да. Мынау қозғалмай ма бүйтіп? Қозғалмайды екен, астат сүйгенде. Астында вроде ештеңе жоқ. Мына есікке кірейік давай. Так, мында көте жұлдызшалар. Бас. Басылмайды. Достар, мынандай бір бәлеге келдім, какой-то местоположение. Но түсініксіз. Да барамыз. Отырыңыздар. Біз мына жерге білмеймін, қойшы. Алсызда түсінмеймін, бірақ оқимын, бірақ түсінмеймін. Так, что за это? Не место. Что за это? Достар, жаңа көрдіңіздер ғой, шетте шығып кететін бір жер бар.
яғни достар шеттен бір жермен қашамыз. Мынау бүйтіп айналып бүйтіп ойнай алмаймыз да, мынамен бүйтіп ойнай алмаймыз да. Бізде ататын да жоқ екен. Ататын ана кімде бар? Аты кім еді? Элим. Мә, Эли деп бұл Эйзерде. Нана дей қояйықшы достар. Нана кейіпкерінде жоқ. Так, мына жақта какое-то местоположение. Так. Вроде мынаны расклеить. Да? Бүйтеміз да. Мынаны расклеиміз. Түсінбедім дымдауға. Көрдіңіздер ме достар? Мынаны басамыз. Жаңа қалай істедім? Так, барлығын басып шықтым. Так, бүйтейік. Мынаны басайық. Достар, мына пайдегі бар красок ма бірдеңе. Так, мынаны аламыз да. Мынаны бояймыз. Енді мынаны бояймыз. Енді мынаны бояймыз. Так, түсінбедім достар, мен ішінен ештеңені. Так, мынаны барлығы босын боя алмайды. Вроде достар, мынаны да бірдеңеден қарау керек, ютубтан ба бірдеңеден. Жалпы қазақ ойын екен, бірақ түсініксіз, өте күрделі ойындардың бірі. Так что достар, бізге мынаны ютубтан қарау. Так, достар, мен түсіндім. Короче, былай, мына шетте тұрған бұрыштарын санау керек. Мысалы қараңыз. 1, тут бетіңіз достар, ресет бетейік. Бетейік так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Достар, істелді. Так, енді шығайық. Вроде мынаяқта бірдеңе болды. Да? Ештеңе болған жоқ. Так, мынаяқта бардық, мынаяққа бардық. Так, жайлап қарай берейік біз. Так, енді бұл кейіпкер тұрды да мына жерге қарата кетіпті. Мына жерге қарата бара берген. Мына жерге кірген. Бұл жерде какой-то символдар. И бұл адам 3. Түсінбедім достар. 1, 2, 3, 5. Татыңыздар. Достар, түсінікті. Просто так бір сандарға көбейте берген ба сондай бірдеңе. Так, и енді үстіне қарата барады ма? Үстіне қарата барды да. Ол мына жаққа қарата бұрылыпты. И бұл шетте тағы да бір есік бар, иә. Бұған кіреді. Мен оны оқыған болатынмын. Так, Так. Достар, істеді достар. Естілді жаңа дауысы. И енді бізге не істеу керек? Түсінікті, оның бәрі мына шетке қарата бара жатыр ол. Так, пока кетіп бара жатыр. Достар, ашылды. И не қылды? Бастады, былай істеді, өтіп кетті. Все, достар, біз Робидің оқиғасын аяқтадық. Осы жерден достар, біз аяқтаймыз видеоны. И достар, алдағы уақытта может быть тағы да шығатын шығар осы қоян ойыннан. Сау болыңыздар, сені болған мен Римко. Мынау өтіп кетейік давай. Мә, кел. Мә, кел. Мә, оп, өтіп кетейік. Ойбай. Мә, все, изи. Достар, сені болған мен Римко. И давайте.